Ардақ Иманбек қызының «Ананың ізі» атты кітабынан «Таң сәріде» атты әңгімесін оқып берейін. Анасымен диалогі. Мам, өмір деген керемет екен, я? Әрине балам, өмір деген керемет қой шіркін. Құдай тағалам енді 10 жыл бере ме, бермей ме? Үмітсіз шайтан ғана ғой. Мам, жақсы ойлайықшы, Ардашка. Кеше тек отырып алып, өлең шығардым. Уқты, қандай? 70 жылдық тойымыз керемет өтті. Әкең екеуміз бәрі жасап қалдық, күнім-ай. Соған кеше 80 жасымызды елестеттім. Мотивация болсын деп. Аяулым, анашым менің. Сосын 70 жылдық мерейтойда ұл қыздарымның шеруі болды. Отбасылары мен айналайындарым, жарқыраған күндерім әшейін. Енді 80 жылдығымызда немерелерім мен шөберелерімнің шеруі болса деймін. Ортада біз, сонда әкең, сәке, болды, енді қайтайық дейді. Мен, қойшы Имеке, оның не тәйірі, кішкене аялдай тұрайық, Алла жазса тағы бір 10 жыл жүре тұрайық деймін, деп елестетіп жаттым. Күшті, мам, әмин, тілегіңіз қабыл болсын. Идеяңыз керемет екен, анашым менің, асылайым, сізге рахмет өмір сыйлағаныңызға. Бүгінде бәріміз қандай бақытқа жетсек те, сіздердің дұға тілектеріңіздің арқасы ғой. Алла айтады екен, ата-ананың баласына тілеген дұғасы қабыл болады деп. Тоба, Құдайым, тоба. Әкең екеуміз шамамыз келгенше сендерді өсіріп жеткіздік. Еш нәрседен кенде қылмадық. Риза болсаңдар болды. Мам, о не дегенің? Сіздердей ата-ананың балалары болғанымызға бақыттымыз. Ал сіз күшті мамасыз, нағыз анасыз ғой. Келші. Мам, мойныңызды иіскеп алайын. Қандай ғажап иіс. Иісің бар ғой, мама, аңқып тұр. Қойшы күнім. Шешең қартайды ғой. Енді табаныңнан сүйейін. Қойық деймін қызым. Әй қызым. Жұмағы бар табаныңда. Мама иіс. Аяулым. Қанша жасқа келсең де, қартайдым десең де, сәби кезден берге аналық ғажап иіс балаңның танауынан кете ме? Тура сол сәби шақтағы иіс. Өзіме тартқан күнім менің. Мам, шынымен де мен сізге тартқам. Сізге ұқсап өлең шығарамын. Асабада болып кетемін, ән айтамын. Шашым да сіз сияқты ұзын, сіз сияқты әдемімін. Ал папама тез кітап оқитыным деп мақтаншақ дейді. Я, кішкене кезімдегі тура өзімсің ғой. Жас кезімде сен сияқты болғам. Бәсе, көп жұрт мені кішкентай Сара дейді ылғи. Мам, бұрыншы ауылда 5-ші класста сіз қаладан повышение квалификациядан келгенде маған бантик әкеп бердіңіз. Әппақ жасыл горошығы бар. Сосын ұшында қып-қызыл көбелектің суреті бар. Күшті сол. Мектеп бойынша менде ғана болды. Мақтанып жүрдім. Рас па? Әлі есіңде ме? Ой, мам. Әрине, бәрі есімде. Бастауыш класстан бастап бәрімізді лагерге жіберуші едіңіздер. Нарынқолдағы Ақбұлақ лагерді жаттап алдық. Жазғы 3 айлық демалыс сайын баратынбыз. Панфилов лагеріне, Алматыдағы Гайдар атындағы лагерге, Новосибирск лагері, әр каникул сайын сюрприз жасайтынсыз. Бәрі есімде. Бала деген қандай, я? Қуантсаң баланы қуант деген осы. Жандарым әшейін. Мам, айтпақшы анада өрлеуге барғанмын. Сол жерде бір апай сіздің курстасыңыз екен. Сәлем айтты. Айтады. Иманбек әппақ костюм шалбар киіп алып Сараға келетін, қолында қызыл раушан тұратын Инияздың алдында. Иманбек сияқты бір қаратор жігітке тиіп алғанда, менің де қызым сен сияқты болып жүрер еді дейді. Шынба, папам сөйтіп тұрушы еді. Жаным-ай, сәлемет болсын. Я, әкең басынан аяғына дейін бір қылпық жоқ, әппақ костюм шалбарымен тұратын.
Қыздар ары бері өтетін, алдына мына жігіт кімге кеп тұр екен деп. Құдай-ай, ол кез тек орыс тілінің заманы ғой. Том француз тілін орысшаға аударма жасап біткенше тұратын далада. Кеш батқанша, кейде тіпті күтіп тұратын ұмытып кететінмін. Сабаққа беріліп, Гүлбара сіңілімнің сондайда айтатыны бар. Менің саркам қыздың аққуы болса, имекем жігіттің аққуы деп. Денсаулығымның сыр беріп қалғанын қарашы. Ұлым ұясына, қыздарым құтты орындарына қонды. Тоба Құдай, енді дос жарандармен бәріміз зейнетте, емен жарқын, ел жер аралап. Шіркін тіпті бар ғой, енді бұрынғы денсаулығым болса, әкең екеумізге айдалада таудың ортасында тұру керек десе де тұрар едім. Дүниеде адамның алданып қалатын екі нәрсесі бар. Бірі уақыт, екіншісі денсаулық дегенді оқып едім. Тегі рас екен. Міне, көзді ашып жұмғанша уақыт деген зыр етіп өте шығыпты, ұшқан құстай. Денсаулығым мықты еді, артық мазаланып, қыңқ деген емес едім. Қайдан ғана білмеймін. Мам, Алла тағала шүкір етсеңдер, арттыра беремін деген екен. Яғни не нәрсеге шүкір етсең, соның жақсылығы артады, бәрі жақсы болады. Өмірдегі сынақ қой. Мам, баяғыда қалықтап шыққан әппақ құсың құлдилап алдыңа келгенде, қанатымды аялап, жаныма мейіріммен сәуле шашып, тәнім демдеп, ашық аспаныма қалықтатып ұшырып жіберген өзің емес пе едің? Бүгін міне, машаллах, бәрі жақсы, тамаша. Ол күндердің бәрі көрген түстей. Енді сіздің кезек. Мойымашы, мам, әр сынақтың артында үлкен марапат бар. Алла тағала бір ауру берсе, соның шипасын бірге береді дейді. Өзің айтқандай, мендей мықты қыздың мамасы неге мықты болмасын? Айтшы, мам. Айналайын қызым, ақылдым. Дұрыс айтасың, бәрі ойдағыдай шүкір. Тамақ тоқ, көйлек көк, бір кем дүние ғана болып тұрау. О, Раббым, сен кереметсің. Пендеңе жасайтын жақсылықтарың көп қой. Жаныма шипа іздеп сарылып жатырмын. Бармақтай бақ берші, Алла. Менің денсаулығым мықты, мен шыдаймын. Жеңем. Менің тәнім мені. Кешіріңдерші, саулығыңа көлеңге түсіріп алдым ба? Уа, Раббым, сәтін салшы. Сенің кереметің ғажап қой, саған сансыз мадақ. Өзің қолда, қорша, өзің ғана бергеніңнің бәрін реттейін. Бергеніңнің бәрін көтеремін. Оған күш қуат бер, төзім бер. Бәрі сенің қолыңда. Сен мықтысың, әділсің, ақсың, Алла. Сенің кереметіңе сенетін құлыңмын. Бұл күндерде артта қалады деп сенемін. Маған сынақты жеңіңе жігер бере көр. Тағдыр талайыма берген сансыз нығметтеріңе шүкір етемін. Ұл қыздарымды, жарымды, ұрпақтарымды, жан-жағымдағы жақындарымды аман есен бақытты өмір сүруіне нәсіп ет. Балаларым, жан жапырақтарым менің, сендер болмасаңдар қайтерем? Имекем аузыма тамақ тосып елпектеген жаным, қартайғаныңда жаныңа сая бола аламын ба? Алла, күн құрғатпай кезек келіп, саулық тілеп жатқан туыс туған, дос жараныма, құда жекжаттарыма жақсылығыңды нәсіп етші. Өсіп өндірген қайнарымнан, елімнен, жерімнен айналайын. Туыс туған әріптес дос жаранымнан айналайын. Ризамын, айналам толған тілекшім. Мен бақытты жанмын, мен бәрін жеңдім, әлі де жеңемін. Менде бәрі тамаша, Аллахтың көрсеткенінің бәрі жақсы. Шүкір, тоба, Құдайым. Адам жанының тереңін ай, жан жүректің лүпілі құлшынып күн өткен сайын өмірдің бағасы қымбат болатын несі екен. Көкіректегі ұлпа сезім неткен аялы, есейген сайын өмір неткен құнды едің. Ғажапсың өмір, білесің бе? Ғажаптығыңды жан жүрегіммен шынайы сезінгенде, шіркін, адамның бәрі жүзге келсе ғой деген еді мендегі бала қиял. Бірақ бар ғой, жүзге келген қарияда өмірден кетерінде, кеше ғана сәби едім, өмір зу етіп өтті де кетті деген екен. Ендеше Алланың берген әр жасы бұйырған бақ. Қанша жасқа келсең де зу етіп өтері де хақ. Алланың дегеніне, хақтың бұйрығына бас иеміз, дегеніне көнеміз.
көнбейтін, бас сейметін, астағфируллах, шайтан ғана ғой. Адамның басы Алланың добы, пендеміз, құлмыз, берген тіршіліктің бәріне риза болуға міндеттіміз. Мама, сендегі мынау жарық дүниеге деген махаббатты көргенде өмірдің бағасын бұрынғыдан да қатты сезіндім. Ал өзіңе өмірдің ақырғы сәті келгенде мынау фәни дүниенің бір жұтым судың, демнің, тыныстың адам баласы үшін баға жетпес байлық екенін жете ұқтым. Алланың бұйрығынсыз бір жапырақ жерге түспейтінін ескерсек, сенің жаның Алланың аманаты, сенің біздің өмірімізге нұр болған, күн болған, гүл болған шағыңның арғы әлемге ауысқаны да Алланың әмірі. Ал құдіретті Алласыз біз кімбіз? Сіздің де, оның да, бәріміздің де жауһар ғазиз жанымыз бір хақтың құзырында. Өмірге адам болып келген адамның адам болып қайтуы сын екенін ескерсек, сенің басқан гауһар іздеріңнен адамшылықтың парқын көрдім. Анашым, адамдығыңның, аналығыңның алдында перзент борышымызды өтей алдық па? Қуанта алдық па риясыз? Көңіліңе кірбің түсіріп қоймадық бекен балалықпен? Ана мен баланың арасындағы көзге көрінбес байланыс, ол арғы өмірге көшіп кетсе де үзілмейді екенміз. Осыны естіп ап қуандым да сен де қуанып жүрсең екен деп басымды тік көтеріп, бақытты болашаққа қарай аяқ бастым. Сонда бар ғой, жан сарайымнан, мен де өзіңдей асыл құрсақтан нәр алдым. Мама, мен бақыттымын, мен өмірге ғашықпын, сен жүрген сара жолмен, өзің басқан дара жолмен, ана ізін гордо с поднятой головой жалғаймыз. Жаныңыз тыныш болсын. Мам, арғы әлемнің жұмағында хор қызындай сәулеленіп, артындағы өзіңе кеткен гүл бақшаңның гүлдегеніне қара. Құлпырғанына марқай, тамыр жая өсіп өнгеніне қуанша. Ана, Алла ұлық, жаратқан жұбайсыз, бәрін білуші. Сіз мәңгі жүрегімдесіз, көңілімдесіз, санамдасыз, миымдасыз, мама деген жаңғырық атты. Ал жүректе бар нәрсе ұмытыла ма? Санаңнан мәңгі өше ме? Жоқ, жоқ, жоқ. Мама, білесің бе, сен тірі сияқтысың. Анашым, бір жыл өтті өзіңді көрмегелі, ақ жүзіңді сүймегелі. Дәп бір Меккеде жүрген сияқтысың, әлде Парижде ме? Әлде пенде болған соң жай ғана көзіме елестеді ме? Мама, сен тірі сияқтысың. Бар сияқтысың өмірде, ешқашан кетпейді деп жүріппін жанымда жүргенде. Сен менің мәңгілік жүрегімдесің, көзіме көрінбесең де, мама, сен тірі сияқтысың. Анашым, сен бар сияқтысың, мәңгілік сапарға кетсең де, құлағыма кейде салған әнің келеді. Қара жорға, жонып алды, әпитөк пе? Әлде қап қара шашыңа, әппақ көбелегі бар бантигіңді тағып ап, осы әндеріңді айтып еркелетіп жүрсің бе ол жақтағы әке шешеңе? Мама, сен бәрібір тірі сияқтысың. Анашым, сен ешкімге ұқсамайтын дара жансың, жымиып қана жүретін дана қалпыңмен. Парасатыңмен биік сарасың. Анасың, мам. Достарың келді, қарашы әне, бәрі де сені еске алып отыр. Білесің бе, мама, сен бәрібір тірі сияқтысың.